Шымкент қаласы Тұран ауданы. Жүзекке қанша деген звондады? Точно уақыт айтып Точно уақыт. 17:47. Мен звондаймын 17:47. Мына кісі звондайды. Бұл кісі участковый шақырады. 69-шы опорканың инспекторлары регламентке сәйкес келеді. 5-7 минутта келді, а ДПС әлі жоқ. Білмеймін, я звондап, қақтасыз, не болып жатыр деп те сұрамайды. Мен ДПС шақыртам. Бұл кісі участковый шақырды. Білмеймін, бізде ДПС қалай жұмыс істейді. Мейлі түнде болса, түнде дереді. Вызып көп. Аптаның ортасы, вроде дүйсенбі емес, жексенбі емес. ДПС жоқ. Саламат, позывной или фамилия қалай представить етеді? Еңіз дежуркадағылар. Дежуркадағылар? Қай дежурка бар? Мысалы сіз да, кіммен сөйлесіп жатқанды да. Былайнан болады, инспектор жүзекке мен ДПС шақыртам да, Қажымхан стадионға. Параллельно екінші тарап участковый шақырт. Участковый регламентке сәйкес келді да, білмеймін 5-7 минутта ДПС әлі жоқ ше. Соны кімге шағымданамыз деп отырмын да. Түсіндіре алдым ба? ДПС-ің келмеуіне шағымыңыз бар, иә? Енді не істеймін, жоқ қой, брат, мына жерде құқық бұзушы, әкімшілік құқық бұзушы оқиға орнына кетіп қалайын деп тұрған. Хорошо, түсіндім. Участковый енді ДПС-ке арыз шағым бар деп тастайын ба, вызовты қайтадан сізге? Не істейін? Или жүзек, может, сіздің қасыңыздағы, может, оператор, диспетчер, шоу, может, вызов бермеді ма, білмеймін ғой. Телефон сөндірмеңіз, онда сол ауданның старшиймен сізді байланыстырсам бола ма? Жоқ, тіркелді ма жүзек Қажымхан стадион, көріңізші, ДПС? Иә, тіркелген. Ауданға жіберілген, иә? Иә. Өзі тіркелген, иә. Білмеймін, приоритет бересіз ба, бір бәлеғыңызшы? Енді бұл кісілерге мен прямой қазір байланысқа шыға алмаймын деп берілген вызовқа ДПС-ке. Қосыңызшы онда, рахмет. Жа сол старшиймен шықтым, брат семен шыға алады. Қазір бір минут линияда тұрыңыз. Аха, қоймаймын. Дулат, ана бақылау. Саламат па, Шымкент полициясына қандай болсын? Тұран ауданы ма, саламат? Жоқ, айта беріңіз. Тұран ауданы керек қой маған. Ровдың өзі ма? Білмеймін ғой, кіммен сөйлесіп қайда түстім қазір? Қазір қайда түстім? Алло. Ой. Алло. Алло. Қазір қайда түстім мен? Шымкент қаласы департамент. Тұран ауданы ма? Жоқ, Тұран емес. Айдауын Тұранда сөйтіп үшіп қалған. Былай ғой, шағымым бар еді, жүзек шақыртқам ДПС. ДПС? Әлі келген жоқ. Екінші тарап участковый шақыртта, уже давно кеп қойды бұл ше. ДПС келмей жатыр. Қажымхан стадион. Тұран ауданы Қажымхан стадион. Не бойынша? ДПС ПД нарушениеге шақырсам, ДПС келмейді та. Екінші тарап участковый шақырса, әлі келмей жатыр. Ол барады кез, айтам. 20 минут болды ше. Хорошо, айтам кез. Айтып көріңіз. Сол. Опилерге рахмет айтып беріп. Жедел әрекет жасады. Тұран ауданының кезекші бөлімі. ДПС жоқ. Білмеймін, жоқ ДПС. Саламат, Шымкент полиция, қандай көмек көрсете аламын? Жүзекі ДПС шақыртсам келмей жатыр, шағым қалдырайшы. 17:47-де вызов берем, Қажымхан стадион, Тұран ауданына. Иә, бар ғой вызов. Ровно 35 минуттан асты инспектор әлі жоқ. Участковый кеп, арыз қабылдап кетіп қалды да, екінші тарап. Мен бірінші тараппын. ДПС шақырам, ПД нарушение. 35 минутты. Ол ешқандай регламентке сәйкес емес соны жерде. ДПС келмей жатыр деп па, тіркеңізші куй. ДПС келмей жатыр, 35 минуттан асты деп. Тіркеліп тұр ғой. ДПС келмей жатқандығын тағы бір тіркетейік те, инспекция ма біреу жұмыс істесін да. Болмайды ғой мынау. Ашық күн аспанда. Ағасы, ДПС келмей жатыр деп тіркеліп тұр. Прям 35 минут болды кім инспектор жаныма шейін бір бөлек беріңізші. Қазір қосайын қазір тұратыңыз. Ол қостыңыз да. Саламат па, Шымкент полициясына қараңыз. Саламат, Тұран ауданы ДПС келмей жатыр, 35 минуттан асып кетсе 40 минут болып жатыр. ДТП деген көп ағасы. Мен не гінам бар, онда инспектор
Онда инспекторлар көбейтсін да, ол менің негінен бар. Енді айтып жатырып қойын. Менің қолымда болса, полиция көмегіне мұқтажбын. Мен сияқты пеші патрульмін ғой мен. Дұрыс қой, білмеймін. Мен үшін сіз Алмасбек, мен үшін сіз Алмасбек Нұрлансыз. Ағар, қай жеріне аға сізге? Прям Қажымұқан стадион стоянкасында тұрым Тұран ауданы. 40 Қажымұқан стадион стоянка. Момышұлы желтоқсанда күттір сіз сияқты қызметкер. Мен неске қайтып Қарашы өтті. Қожанова кәдімгі мынау сон. Абай Тұран аудандық соны. 17:47-де вызып бергенбіз 102-ке. 17:38 ровно 50 минут болды ше. 50 минуттан кейін келіп жатыр вызывқа. Ремень де тақпағаннан инспектор. Алейкум салам. Тыныштық қой, ремень тақсаңда жұрттан заңдылық сұрайсыңдар өзің. Ана пассажирді айтып жатырмын. Ой, вызывқа келіп жатыр. Мен ғой вызып беріп тұрған. Тоғыз жүз бес. Қай рота? 5. Жүзің таныс қой. Ассалаумалейкум, қайсың? Мен жүрсің. Не, братан, мына светофор, мына қожан полный өшіп қалған ғой. Участковый тез келді ғой енді. 40 Біздің территориямыз ғой, бұл территорияның бәрі светофорда тұр. Біз анау Байбектілден келіп жатыр. Сонша ашуланасыз, инспектор? Не сонша дөрекліктен. Бүкіл светофорлардың бәрі өшіп. Енді не істейсің? Жұмыс қызмет болғасын сөйтеді да. Мен сияқты майор ғой. Өздерінің заң талабына сәйкес болу керек. Не сонша дөрекліктен. Бүкіл светофорлардың бәрі өшіп. Енді не істейсің? Жұмыс қызмет болғасын сөйтеді да. Мен сияқты майор ғой. Өздерінің заң талабына сәйкес болу керек. Бол, бланк заявление бересіз, арыз жазайын деп. Арыз ала салу керек еді, негізі, Нұреке сізден. Арыз ақ кетесіз лайықта ма, тіркетіп, ертең ана сұңғатқа беріп, сұңғаттың өзі шара көреді. Қай жерден жолығып ақ кетсек болады арызда. Нұреке